Баршаңызға сәлем, сіздерге бүгін жөтел жайында ақпарат бермекшімін. Ол үшін видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Жалпы жөтел ағзаның қорғаныс реакциясы, яғни қорғаныс механизмі. Жөтелді емдеу деген ол қате ұғым. Яғни біз жөтелді емес, жөтелді туындатқан себепті, яғни ауруды емдеуіміз керек. Жөтел қандай аурулар кезде болады? ОРВИ кезде, яғни вирусты инфекция кезде, мұрыннан су ағу кезінде, фарингит кезде, фаринготрахеит, ларингит, бронхит, пневмония кезінде жөтел болады. Ендеше жөтелдің сіздерге механизмін түсіндірейін. Осы аурулар кезінде барлығының қоздырғышы вирус болып табылады, 95%. Вирус ағзаға кіреді, мұрынға, тамаққа, бронхқа, өкпеге. Сол кезде мұрынның, тамақтың, бронхтың шырышты қабаты ісініп, шырыш бөле бастайды. Яғни оны қақырық, былайша айтқанда. Сол шырышты шығару үшін жөтел пайда болады. Яғни ол біздің жауымыз емес, ол біздің досымыз. Яғни жаңа қақырықты шығару үшін жөтел рефлексі пайда болады. Өйткені тыныс алу жолдарында тек ауа болу қажет. Жаңағы шырыш болғаннан жөтел пайда болады. Яғни солай ол қорғаныш реакциясы деп аталады. Яғни жөтелдің бір себебі осы вирусты инфекциялар, ал екінші себебі бактериалды аурулар, яғни ол пневмококкты пневмония болуы мүмкін. Ең алдымен ОРВИға тоқталайын. Мұрыннан су ағу кезінде жөтел болуы мүмкін. Өйткені ол тамақтың артқы жағынан өтіп, сол жерді жыбырлатып, жөтел рефлексі пайда болады. Бұл кезде не істейміз? Бұл кезде көп мөлшерде сұйықтық ішуіміз қажет. Өйткені сұйықтықты неғұрлым көп ішетін болсақ, соғұрлым жаңағы шырыш сұйылатын болады. Яғни мұрыннан су ағу кезде мұрынды антисептикалық препараттармен тазалаймыз. Тамыр тарылтатын назевин, нафтизиндерді күніне 3 рет 5 күннен артық емес қолдануға болады. Және міндетті түрде үйге увлажнитель қосуымыз керек, яғни ауа ылғалдандырғыш. Егер ауа ылғалданатын болса, онда бізден қақырықтың шығуы, қақырықтың бөлінуі өте жақсы болады. Яғни ауаның ылғалдылығы 70-80% болуы қажет. Егер үйіңізде ылғалдандырғыш жоқ болатын болса, онда батареяға немесе есіктерге, терезелерге ылғалды полотенцаны немесе ылғалды киімдерді жайып қоюға болады. Және қайта-қайта полды жуып алу да ауаны ылғалдандырады. Және үйдің температурасы 18-20 градус Цельсий аралықта болған дұрыс. Өйткені прохладный ауа ол ауруды жеңілдетеді. Және ауырған кезде үйде отырмау қажет. Далаға шығып, сергіп қайту қажет. Яғни таза ауаны жұту қажет. Сонда тез жазылатын боласыз. Және үйді қайта-қайта желдеткен абзал. Екінші себебі жөтелдің фарингит, яғни тамақтың қызаруы. Бұл кезде де сұйықтық көп ішу қажет, өйткені сұйықтық шырышты сұйылтады. Және тамақты антисептикалық ерітінділермен шаю. Және антисептикалық соратын таблеткаларды, сасательный таблеткаларды соруға болады. Мысалы, декатилен, фарингосепт сияқты. Ал егер температура болатын болса, егер 38-ден жоғары болғанда ғана ибуфен немесе парацетамолды ішуге болады. Балаға болса, баланың салмағына өлшеп, ал үлкен кісілер болатын болса, үлкен кісілік дозаларды іше беруге болады. Келесі жөтелдің себебі ларингит. Ларингит дегеніміз көмейдің қабынуы болып табылады. Әсіресе стеноздаушы ларингит өте қауіпті болып табылады. Яғни ол обструкциямен жүреді. Бұл кезде балалар өліп кету қаупі өте жоғары болып табылады. Сондықтан да бұл кезде көмекті тез беруіміз қажет. Бұл кезде жөтелдің сипаты жалпы ит үрген тәрізді жөтел болады. Бұл кезде не істеу керек? Бұл кезде негізгі емі пульмикорд деген глюкокортикостероид болып табылады. Яғни оны ингалятор арқылы физраствормен араласып балаға демалдыру қажет. Немесе обструкцияны басу үшін дексаметазон деген укол салынады. Және қалған емі үйге увлажнитель қосу, температураны реттеу, көп мөлшерде сұйықтық ішу, далаға шығару, үйді желдендірумен жүргізіледі. Егер температура жоғарылайтын болса, ибуфен немесе парацетамолды баланың салмағына қарай өлшеп беруге болады. Келесі жөтелдің себебі бронхит. Бронхит дегеніміз бронхтардың қабынуы.
Бұл кезде сұйықтықты көп ішу қажет. Өйткені сұйықтық шырышты сұйылтады. Бұл жерде дренажды массаж жасауға болады. Өйткені бізде ары қарай ірі бронхтардан орташа бронхтан майда бронхтар кетеді. Міне сол майда бронхтардағы қақырықты, яғни шырышты шығару үшін дренажды массаж жақсы көмектеседі. Яғни төменнен жоғары қарай ұру арқылы дренажды массажды жасауымызға болады. Температура көтерілсе ибуфен және парацетамол. Ауаны ылғалдандырамыз, бөлме температурасын реттейміз және үйді желдетеміз. ОРВИ кезде, яғни ринит, фарингит, ларингит, бронхит кезде вирусқа қарсы препараттарды қолданбаймыз. Бұл аурулардың қоздырушысы вирус, 95% вирус, бірақ вирусқа қарсы препараттардың әсері жоқ. Яғни анаферон, назоферон, виферон деген сияқты препараттардың. Және бұл кезде антибиотик те бермейміз. Өйткені ОРВИ, яғни вирусты инфекция кезінде антибиотик вирусқа қарсы әсер етпейді. Сондықтан антибиотик мүлде қолданбаймыз. Келесі муколитиктер, яғни муколитиктер қақырықты шығаратын препараттар. Оларды 5 жасқа дейінгі балаға беруге болмайды. Өйткені оны беретін болсаңыз, баланың өкпесінде қақырық көп мөлшерде шығатын болады. Ал 5 жасқа дейінгі балалар қақырықты өздігінше шығара алмайды. Содан ол асқынып, балада пневмония дамуы мүмкін. Әсіресе бұл түнгі уақытта үдейді. Өйткені бала горизонтальды жатқан кезінде қақырық өкпесінде жинала беріп, балада түнгі уақытта жөтел күшейетін болады. Муколитиктер 5 жастан асқан балаларға қақырық қиын шығарылатын пневмония кезінде тағайындалады. Келесі препарат жөтелге қарсы дәрілер. Олар жөтел рефлексін орталығын тежейтін препараттар. Әсіресе синекот. Синекоттың құрамында кадеин бар, яғни ол орталық жүйке жүйесіндегі жөтел орталығын тежейді. Бронхты шырыштан тазалау үшін жөтел пайда болады. Ал сіз орталық жүйке жүйесін тежеу арқылы жөтелді басып тастайсыз. Сөйтіп, қақырық өкпеде жинала береді. Содан пневмония дамиды. Синекотты қай кезде қолдану қажет? Коклюш кезде, яғни көкжөтел кезде қолданған өте тиімді болып табылады. Гормональды препараттарды қолданып, оңды-солды ингаляция жасай беруге болмайды. Беридуал, пульмикор, сальбутамол деген сияқты дәрілер. Мысалы, беридуал мен сальбутамолды обструктивті бронхит және астма кезде қолданамыз, ал пульмикорды ларингит кезде қолданамыз. Сондықтан да олар фарингит кезде, трахеит кезде, мұрыннан су ағу кезде мүлде әсер етпейді және қолданылмайды. Вирустармен шақырылған жөтел өздігінен 7-10 күннің ішінде басылады. Яғни ол үшін көп мөлшерде сұйықтық ішу керек. Сол арқылы шыққан шырышты сұйылтасыз. Бөлменің температурасы 18-20 Цельсий градус аралығында болу қажет. Бөлменің ылғалдылығы 70-80% болу керек. Және үйді қайта-қайта желдетіп тұру өте маңызды болып табылады. Жөтелге қарсы әртүрлі шөптерден жасалған шайларды, суларды қолдануға болмайды. Себебі олардың әсері медициналық тұрғыда дәлелденбеген, сол үшін сізге кері әсер етуі мүмкін. Түнге қарай ингаляцияны және де дренажды массажды жасамаған абзал. Өйткені ол өкпедегі қақырықтың шығаруын ынталандырады.